Тұтынушылар мен қаржы ұйымдары арасындағы дауларды сотқа дейін реттеудің бірыңғай тетігін қалыптастыру үшін агенттік бірыңғай қаржы омбудсмен қызметін құруды көздейді. Ол қаржы нарығындағы дауларды сотқа дейін реттеудің негізгі институтына айналады және банк, сақтандыру және микроқаржы омбудсмендарының қазіргі уақытта қолданыстағы жекелеген тетіктерін біріктіреді. Бірыңғай қаржы омбудсменінің қызметін құру банктер және банк қызметі туралы жаңа заң жобасының шеңберінде көзделеді. Қаржылық қызметтерді тұтынушы алынған жауаппен келіспейтін, не белгіленген мерзімде жауап болмаған жағдайда бірыңғай қаржы омбудсмен қызметіне жүгінуге құқылы болады. Омбудсмен кредиттер, микроқарыздар, сақтандыру, сондай-ақ өзге де қаржы өнімдері бойынша тұтынушылар мен қаржы ұйымдары арасындағы дауларды қарайтын болады. Омбудсменнің шешімдері қаржы ұйымдарының орындау үшін міндетті болады. Дау реттелмеген жағдайда тұтынушы сотқа жүгіну құқығына ие болады. Жалпы ұсынылып отырған тетік алдыңғы қатардағы халықаралық практикаға сәйкес келеді және тұтынушылардың жолдамаларын қараудың 3 деңгейлі жүйесі негізделген. Мұнда бастапқыда қаржы ұйымына, екінші қаржы омбудсменына және қажет болған кезде кейіннен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жүгінуі көзделген.